Ақбөпе 37 жасында жесір қалды. Күйеуі жұмыстан келемін деп жолда көлік апатынан қайтты. Жалғыз ұлы Алмат ол кезде 15 жаста еді. Ақбөпенің тірегі сол ұл. Қайғы жұтса да көрші көлем жесірлікке сынбады деп арқасынан қақты. Алмат есейді, қалаға оқуға кетті. Ана жүрегі жалғыз қалам ба деген үрейден жиі оянып жүрді. Күйеуінен қалған қара шаңырақ, ескі бақша, 6 қанат киіз үйдің қалған дүние бәрі Алматқа арналып сақталды. Алмат оқудан кейін ауылға оралмай қойды. Анасы ауылға қайт дегісі келіп еді, бірақ ұлы қалада жүріп бір қызға ғашық болыпты. Ақбөпе алғашында қуанды. Жақсы болсын, ұлым бақытты болса болды деді. Той өтті. Келін ауылға түсті. Жас келін. Ақбота момын еді. Таңнан тұрып, самауырын қойып, сиыр сауып, ауылдың сөзін тыңдап жүрді. Бастапқыда бәрі тып-тыныш болатын. Бірақ адам жүрегіне үрей ұялай бастаса, оны тоқтату қиын екен. Ақбөпе ұлын қызғанатын болды. Алмат жұмыстан шаршап келсе де, әйелімен ас үйде күліп отырады. Ақбөпе есік түбінде ыдыс жуып отырып тыңдайтын. Мен үшін бір ауыз жылы сөз айтпайды. Бар назары соның үстінде. Іші алай-дүлей. Бір түні Ақбөпе көрпе жамылып дәлізде отырды. Түн ортасынан ауып кеткен. Келін мен ұлының бөлмесінен ыңғайсыз дыбыстар естіледі. Құлағын төсіп тыңдады. Іші күйіп барады. Күйеуім тірі болғанда мен де осылай жабысып жатар ма едім. Ол өлді де мені жалғыз қалдырды. Қызғаныш қарғау сияқты денесін шарпып өтті. Ақыры өзіне сылтау тапты. Бұл үй менікі, қай бөлмеге кірсем де өзім білемін. Тұтқаны ақырын бұрап көрбеді, ашық екен. Жарығы әлсіз, бөлменің іші буылдыр. Ұлы мен келіні сүйісіп, құшақтасып жатыр. Келіннің бұғанасы жалаң. Ақбөпенің көзі шарасынан шықты. Не болып жатыр мұнда? Ұят бар ма сендерде? Келін шошып орамалын кеудесіне басты. Ұлы орнынан атып тұрды. Апа, бұл біздің жатын бөлмеміз. Біз ерлі зайыптымыз ғой. Ұят жоқ. Күйеуім тірі кезде де мен енемнің үйінде осылай төсекте айқасып жатып па едім. Мына шектен шықты. Сені азғырды. Ақбөпе кемпір өксіп жіберді. Келін дір-дір етіп, апа, ұят қой, деді даусы қалтырап. Алмат шешесіне қарай алмай қалды. Көрпесін желбегей жатқан келін көз жасына ие бола алмады. Сол түні Алмат шешім қабылдады. Апа, біз қалаға кетеміз. Қаласаңыз келіңіз, бірақ бізбен бірге тұрма. Ақбөпе кемпір іші алай-дүлей. Ұлым мені тастап кетті. Қара шаңырақтың шамы сол күні сөнді. Ауылға сөз тарады. Ақбөпе ұлының төсегін аңдыпты, деді. Төсекте келін жалаңаш көріпті, деді. Ұят-ай, қартайғанда масқара болды ғой. Ақбөпе кемпір есік алдында бүктеліп отырды. Жатын бөлмеге қараса, ішінен күлкі де шықпайды, жарық та жанбайды. Түн ішінде ұйықтай алмай ескі төсекті сипап жылайтын. Көктемде ауылдың жесір шалдарының бірі сөз салды. Ақбөпе-ау, жалғызсың. Мен де жалғызбын. Қосылайық, күніміз қалғанша бір-бірімізге серік болайық. Ақбөпенің іші шым етті. Қызғаныштан күлге айналған үміт қайта жаңғандай болды. Я, жалғыздықтан шаршадым, деді өз-өзіне.
қара шаңырақты жауып шалдың үйіне көшіп барды. Бірақ шалдың үйінде де тыныштық болмады. Шалдың балалары оны жатсынды. Бұл үйде бөтен әйел керек емес деді. Кемпір бәрі түзелер деп күтті. Бірақ шалдың өзі де шүйлегетін болды. Ұлың сені тастады, кімге керексің? Ақбөпе қайтадан көзіне жасына тұншықты. Жас шыға киімін арқалап қара шаңырағына қайта келді. Есікті ашқанда іштен суық леп ұрды. Жатын бөлмеге бұрынғысындай қаңырап тұр. Өз ұлымды қызғандым. Өзім аңдыдым. Өзім қарғыс болдым, деді кемпір гүбірлеп. Ақбөпе ұлына қайта хат жазды. Қайтып келіңдерші, жаңа туған немеремді бір иіскеп өлейінші. Алмат жауап қатпады. Келіні де кешірмеді. Қара шаңырақтағы сол жатын бөлме мәңгі тыныштық мекеніне айналды. Ақбөпе кемпірдің көзі сол бөлменің аңдып жатып жұмылды. Қызғаныштан туған қарғыс өз үйіне оралды. Жалғыздықтан қашып тапқан жұбаныш, жалған жұбаныш. Ол ұлының құпиясын аңдыма, үйдің құты кетеді. Қара шаңырақтағы соңғы қарғыс Ақбөпені кемпірдің денесі өзі төсегінде табылды. Көрші кемпірлер у-шу болып жылап жүріп жер қойнына тапсырды. Ұлы Алмат қаралы хабарды естігенімен қайтып келген жоқ. Келіні Ақбота бір кезде оны аңдып ұяттың төккен сол қара шаңыраққа бір қадам аттамады. Кемпірдің о дүниеге жалғыз кеткені ауылға аңыз болып тарады. Ұлын қызғанған ананың көз жасы өз үйіне де қарғады. Қара шаңырақтың құты кетті, деді ауыл адамдары. Бірақ Ақбота оның сөзіне құлақ асатын келін емес еді. Ол қалаға жаңа өмір бастады. Ешкімге міндетті емеспін деді. Тек бір күні құжаттарын жинап алып ауылға жол тартты. Келіп қараса, үй тозған, шатырынан су кетіп тұр. Жатын бөлме тіпті үрейлі еді. Кәрі кемпір сол бөлмені аңдып жатып көз жұмғанын естігенде Ақботаның іші біртүрлі шымырлады. Бұл үй енді мені де тұншықтырады, деді ішінде. Ұлы Алматқа да айтты. Жылжымайтын мүлік агенттігін шақырды. Сатамын. Құнын тез түсірсең болады. Агенттікте іліп әкетті. Көп ұзамай бөтен адамдар келді. Ескі қораны бұзып жаңадан үй сала бастады. Көрші кемпір есіктің алдында отыр еді. Шіркін-ай, мына үйде бір кездері құт бар еді ғой. Күйеуінің дұғасы, қара шаңырақтың киесі бар еді ғой. Қызғаныш бәрін құртты, деді көзіне жас алып. Ақбота артына бір рет бұрылып қарады да баласының қолынан ұстап кете барды. Еш өкінген жоқ. Ене көрмеген тыныш өмір бәрінен қымбат, деді ішінде. Қара шаңырақ сатылды. Қара шаңырақтың құты кетсе, киесі де кетеді. Өз ұлын аңдыған ананың қызғанышы қара шаңырақты тірідей көміп кетті. Ал келін енді жаңа үйге жаңа өмірді бастайды. Бірақ ауыл адамдарының қарғысы айтуынша, бір қарғыс кетсе, екінші ұрпағына қалады, дейді екен. Құрметті көрермендер, құрметті тыңдармандар, осындай өмірден алынған оқиғаларды, әңгімелерді тыңдағыларыңыз келсе, арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Арнама тіркеліп,
комментарийға өз ойларыңызды жаза кетіңіздер. Келесі кездескенше аман сау болыңыз.